Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгін біздің арнамызға Сабира Нұрпейісқызының «Некеге дейін» атты кітабын салатын боламыз. Жігітпен қалай танысамыз? Некеге дейін кітабымның алғашқы беттерін жігітпен қалай танысамыз тақырыбына арнауды жөн көрдім. Жігітіңіз бар болса, онда бұл бөлім сізге жігітіңізбен айырылысып кеткен жағдайда немесе сіздің құрбыларыңызға керек болып қалуы мүмкін. Танысу мәселесі. Егер сіз ұзақ уақыт бойы ешкіммен таныса алмай жүрсеңіз, немесе үнемі сізге көңіліңіз толмайтын жігіттер кездесіп жүрсе, менің сұрақтарыма өзіңіз үшін жауап беріп көріңізші. Сіз бір аптада қанша ер адаммен диалог құрасыз? Дәл осы уақытта бір апта бойы кімдермен сөйлесіп жүрсіз? Яғни, ол сіздің әкеңіз, ағаңыз, туысыңыз емес, таныстықтың жаңа нұсқасы. Ол тіпті дүкендегі сатушы, күзетші де болмауы керек. Сәлем, сәлеметсіз бе? Мағаннан беріңізші деген диалог емес. Менің айтқым келіп отырғаны, ол 15 минуттан 2 сағатқа дейін әңгіме айтып отыратын ер адам. Егер бір ғана ер адам болса, немесе мүлдем жоқ болса, онда сіз жақын арада сіздің көңіліңіз толатын, талаптарыңызға дәл келетін ер адаммен таныспайсыз. Ол үшін сізге өте көп уақыт кетеді. Мен осы кітапта кейбір принциптерді, ережелерді айтамын. Мен реалистпін. Махаббат деген нәрсеге реалистік көзқараспен қараймын. Гормондар, бауыр басу, өмірдің тек қана жақсы жақтарын көру, қабылдау, розовый очки, міне осылар жайлы айтуым мүмкін. Ал менің кітабымнан мынадай әйел адамның өмірі толған жақсылық, қуаныш, үнемі бәріне күлімсіреп, қуаныш, махаббат. Сыйлап жүріңіздер, үнемі аффирмация айтыңыздар. Ер адам барлық кезде де дұрыс айтады. Сіз өзіңізді өзгертіңіз, ер адамды тыңдаңыз. Қазіргі қарым-қатынас алғашқы және соңғы. Осы секілді кеңестерді күтпеңіздер. Мен мүлдем ондайды айтпаймын. Менің айтатын сөздерім тек қана шындық, қатты, тіке және шындық. Сіздерге кейбір айтатын сөздерім ұнамауы да мүмкін. Себебі ер адаммен контакт тұрғысында қиын тапсырмалар болады. Сіз қандай бикеш болуыңыз керек? Сізбен кез келген жігіт танысқысы келетін бикеш болуыңыз керек. Ол сізге қарағанда, сіздің бір сөзіңізді естігенде, көзқарасыңызды көргенде, сондай сәттерде сізге жақындап, танысып кездесуге шақырғысы келетіндей болуыңыз керек. Қалай сондай бикеш боламыз? Оны мен алдағы тақырыпта міндетті түрде толықтай айтып беретін боламын. Қазіргі әңгіме әлі де жігітін кездестіре алмай жүрген қыздарға арналады. Біздің көбіміздің ойлайтынымыз, ол уақыт өзі келу керек. Мысалы, сіз бағдаршамда тұрасыз, сол кезде кездейсоқ бір жігіт келіп, сізге қарап, аяқ астынан ғашық болып, қарындас, сондай сұлусыз, нөміріңізді беріңізші, мен сізге ғашық болып қалдым, деп, осылай қарым-қатынас басталып кетеді деп ойлайсыз. Кей жағдайлар болады, ер адамның алдында келе жатасыз, сіздің танысқыңыз келеді. Бірақ әйел адам ондай бірінші қадам жасамауы керек қой, деп көбісі айтады. Мен бұл кітапта ондай нәрсені айтпауым мүмкін. Ал уақыты келмеген болса ше, яғни ешқандай жігіт сізді қағып кетпейді, көріп қалмайды, түртіп қалмайды, танысып қалмайды, тіпті танысқан күннің өзінде де ол сіздің мүлдем көңіліңізге толмайтын, талаптарыңызға келмейтін жігіт. Мұндай жағдайда не істейсіз? Қашан осы күн келеді деп жұмысыңызды істеп, өзіңізбен өзіңіз жүре бересіз. Осылай жылдар өтеді, күндер өтеді, уақыт зымырайды. Сіз бір күні оянасыз да, ойлайсыз. Менің өмірімде әлі бір жігіт жоқ. Мен тұрмысқа шығуым керек. Мен біреумен танысып махаббат болып, қол ұстасып жүруім керек. Ал менің өмірімде ешкім жоқ. Маған не істеу керек? Қалай бұны өзгертуге болады? Міне, осындай түсініксіз ойлар басталады. Айтарлықтай ештеңе істеген жоқсыз, барлығы өздігінен болуы керек, я?
әрі қарай күтесіз тағы. Бірақ менің кітабымды оқыған қыздар алда өздерінің азаматтарын кездестіріп қалуы мүмкін. Себебі менің тапсырмаларым көмегін береді. Ешбір жерде жақсы жігіт жоқ. Барлығына бір нәрсе ғана керек. Барлығы дөрекі, барлығы сараң. Бір жылы сөзбен гүлін бере алмайды. Жігіттің барлығы жаман, деп көп қыздар ойлайды. Жақсы жігіттер өте көп. Мен өзім тұрмысқа шықпай тұрып, жақсы жігіттерді көп кездестірдім. Өзім іздедім деп ойлайсыз ба? Менің өмірімде түрлі жағдайлар болып қалатын. Үнемі ер адамдармен контактқа, байланысқа түсіп қалатынмын. Жұмыс бабымен, дебатқа қатысқанда, университетте үнемі жүгіріп жүресің, кездесулерге барып қаласың, концерт болып қалады, немесе фитнесқа бару керек болады. Үнемі жаңа таныстар болып қалады. Және сол таныстардың тағы бір таныстары пайда болады. Құрбыңмен кафеге барасың. Ал оның жігіті бар, жігітінің достары бар. Жалпы айтқанда, таныстық өмірімде өте көп болды. Маған солардың ішінен саралап кез келгенін таңдауыма болады. Егер мен үйде отыратын болсам, ештеңе істемесем, ешкіммен араласпасам, қалай ойлайсыз? Менде сондай нұсқалар болатын ба еді? Кім сөз салса, соған тұрмысқа шығып кете берсем деп болатын еді. Бірақ менде сондай жағдайлар болды. Сол жағдайларды мен қолдан жасадым деуге болады. Дәл солай, сіз де жақсы жігіттермен кездесуге, танысуға болатындай жағдайды қолдан жасай аласыз. Барлығы қазір өзіңіздің қолыңызда болып тұр. Бұл өмірде қандай да бір жағдайды, моментті күтіп жүрген адамдар өте көп. Нақты нені күтеді сонда? Маған біреу келіп сөз айтады, немесе екеуміз бір жерде кездесіп қаламыз деп күтеді, е? Сол адамның өміріңізде кездескенін күтесіз. Өмірдің барлығы күтумен ғана өтеді. Мысалы, сіз бір жігітке ұнауыңыз мүмкін, бірақ ол бірінші қадам жасауға ұялады. Немесе керісінше, сіз қадам жасауға ұяласыз. Міне, солай екеуіңіз де бір сәтті күтіп жүресіздер. Әр адам бірінші қадам жасау үшін өзіне деген сенімділігі жеткілікті түрде көп болғанын күтеді. Білесіз бе, солай үнемі күтіп отыратын адамдарға қандай адам кездеседі? Не мүлдем талғамыңызға сай келмейтін адам, немесе мүлде ешкім. Екі ғана нұсқа. Мысалы, бір орындықта отырсыз. Қай адам орындықтың жанында өтіп баратады, сол сіздің күткен тағдырыңызға ілініп қалуы мүмкін. Ол орындықтың жанынан көп адамдар өте бермейді. Сіз отырсыз, және тағдыр ретінде жай ғана кездейсоқ өтіп бара жатқан адам түсіп қалады. Сіз не соны таңдайсыз, не ешкімді таңдамайсыз. Себебі отырған орындығыңыздың жанынан одан басқа адам өтпейді. Сол отырған орындықтан тұрып, ер адамдар көп жүретін жерге бару керек қой. Себебі сіз махаббатыңызды іздеп жүрсіз. Сол орындықтан тұрып, алғашқы қадамды жасағысы келетін ер адамға баруға болады ғой. Мен қазір кішкене жеңілдетемін. Ойландырып тастамайтын нақты қадамдарды айтуға тырысамын. Мен сіздің мақсатыңыз көп ер адамдармен танысу емес екенін білемін. Сіздің мақсатыңыз тұрмысқа шығуға болатын, сіздің армандарыңызды орындауға тырысатын, тұрақты ер адамды кездестіріп, және өміріңізге мән беретін сол жігітпен тағдыр қосу. Жалғыз біреу, көп ер адамдар емес. Мынандай сұрақ туындайды. Сізге сол адамның идеал мінезіңізге сәйкес келетінін қалай білуге болады? Егер сіз одан басқа ешкіммен сөйлеспесеңіз, таныспасаңыз, көрмесеңіз, оны қалай білесіз? Мысалы, әр 3 жыл сайын тек қана бір ер адаммен танысып, бір ер адаммен ғана қарым-қатынас құрасыз. Мүмкін сол ер адам сізге идеалды, керемет, талаптарыңызға сай келетін адам болып көрінуі мүмкін. Барлық еркектер осындай ғой. Басқа біреумен сөйлессең де сондай болады деп ойлауыңыз мүмкін. Мен мына жігітті тастап кетсем, бұл сияқты жақсы жігіт маған кездеспейтін шығар. Келесісі бұдан да жаман.
деп ойлауыңыз мүмкін. Не үшін солай ойлайсыз? Себебі сізде салыстыратын ешкім жоқ. Сізге лайықты емес, көңіліңізден шықпайтын ер адамға қанағатты болып, келісе салатын нұсқа болып тұр. Сізге бір жері ұнамай тұрса да, сіз келісіп, көніп жүрсіз. Себебі сізде салыстыратын ешкім жоқ. 5-6 жігіт сізді ұнатып, қамқор болып жүрген болса, біреуі күндіз-түні алақанында ұстайды, біреуі өмір бойы үлде мен бүлдеге ораймын дейді. Үшіншісі, ауырған кезде хабарласып, түрлі дәрілерді әкеледі. Төртіншісі, қыдырғыңыз келген жерге апарады. Жалпы 5-6 нұсқаның ішінен ең нашары сол болса, сіз түсінетін едіңіз. Бұл маған боқтайды, басқа қыздармен ұстап алдым. Немесе мен бұдан сыйлық күтемін, ал ол сыйлық сыйламайды, мүлдем өзгермеймін деп айтады. Мен ойланайыншы, анау 4 жігіт менің асты үстіме түседі. Олар әлде қайда жақсы. Үйленгеннен кейін мен үшін өзгергісі келмейтін мына жігітпен боламын ба? Немесе 4 жігіттің біреуін таңдаймын ба? Деген сияқты әңгіме. Мен тек мысал келтіріп жатырмын. Міндетті түрде солай болу керек деп тұрған жоқпын. Неге әлі ешкімді кездестіре алмай жүрсіз? Сізге бір сүйкімді, сізге ұнайтын, көрікті бір жігіт танысқысы келген кезде сізде түсініксіз сезім пайда болады. Ұялып, қысылып, жоқ, мен таныспаймын деп майысып қалуыңыз мүмкін. Не үшін сізде осындай сезімдер пайда болады? Себебі практика жоқ. Жаңа адамдармен сөйлесу, танысу практикасы жоқ. Менде бүгін сіздерге тапсырма болады. Жаңа әдетті қалыптастырамыз. Қандай әдет? Ол жаңа адамдармен сөйлесу, социалды шеберлік, адамдармен керемет сөйлесе білу, тіл табыса білу, жағымды, тартымды бола білу әдеті. Мұның барлығы тек қана кітап оқудан, лекция тыңдаудан ғана емес, көп адамдармен сөйлесу арқылы пайда болатын шеберлік. Сізбен жігіт танысқан кезде өзіңізді жеңіл, ашық, көңілді, флиртовать ете алатындай қасиетіңіз болғанын қаласаңыз, өте көп адамдармен таныса білуіңіз керек. Тек қана ер адам емес, оның ішінде әйел адам, аталар, әжелер, кішкентай балалар, кез келген жаңа таныс. Адамның өмірде жаңалықтары болмаса, жаңа нейрондар оянбайды. Адамда өзгеріс болмайды. Ол су сияқты бір орында тұрып қалады. Жаңа жерге бару керек. Орталық кітапхана, мәдениет үйі, цирк, парк, зоопарк, кафе, театрлар, спектакльдер, машина қарататын жер, базар, супермаркет, концерт, автобус, такси, жай ғана көшеде кетіп бара жатсаңыз да жаңа таныстар табуға болады. Тұрмыс құрмай тұрып, кез келген таксиге отырғанда, рөлде кім отырса да әңгіме айтып баратынмын. Танысқым келгеннен емес, немесе осы әдетті қалыптастыру үшін емес, тек қана уақыт созу үшін. Бірақ қазір мен білімімді жетілдіргеннен кейін жаңа таныстықтың, социалды шеберліктің маған көп көмектескенін біліп отырмын. Жаңа адамдармен сөйлескен сайын мен өзімді бір жеңіл сезіне аламын. Сізге тапсырма беремін. Тапсырманы міндетті түрде орындау керек болады. Таңдайын деп жатқан жігіт керемет сынақтан өту керек. Не үшін? Қызды таңдайтын жігіт емес, керісінше, тұрмысқа шығатын қыз өзіне жігітті таңдауы керек. Келген жігітті қабылдап, онымен өмір бойы көңіл қоса салуға болмайды. Бұл дұрыс емес. Неге екенін білесіз бе? Себебі сізде ешқандай таңдау болған жоқ. Сіз салыстыра алмадыңыз. Басқа керемет, күштірек адам бар екенін білген жоқсыз. Тұрмысқа шығып аласыз, болды, нүктені қою керек. Артқа қайтатын қадам жоқ. Шығар жол жоқ. Көп ер адамдармен танысқан сайын, жаңа таныстықтардың көбейген сайын сізде таңдау болады. Сол көп нұсқалардың арасынан сіз шертіп тұрып таңдай алатын боласыз. Өзіңізге жақын, жақсы, нағыз идеал сіздің бойыңыздағы мінезіңізге, түр әлпетіңізге,
көзқарасыңызға сай келетін жігітті шертіп тұрып таңдай алатын боласыз. Не үшін таңдау керек? Себебі өмір бойы жаныңызда болатын, оған сіз 100% сене алатын, ол адаммен қол ұстасып, ешбір жамандыққа қарамастан оны кешіре алатын болуыңыз керек. Ал ондай адам кез келгені бола алмайды. Сізбен сөйлесетін және потенциалды күйеу бола алатын әр жігітті фильтрациядан өткізу керек. Күнделікті таңертең оянғанда айту керек: мен бүгін жаңа адаммен танысамын. Әлемде жаңа танысатын, менің потенциалды күйеуім болатын адамдар миллион. Мен соның біреуін таңдай аламын. Бір адамға жабысып қалу міндетті емес. Егер ол сізге ұнамаса, өзіңіздің жаныңызды қинамаңыз. Мен сіздерге таныс қыздың басынан өткен жағдайды айтып берейін. Жап-жас қыз болды. 18 жасында университетке оқуға түсті. Мұғалімді күтіп отырған кезде жанына сымбатты жігіт келіп отырады. Жай ғана сұрақ қояды. Бір-екі қалжыңын айтады. Екеуі сол әңгімеден кейін танысады. Номер алмасады. Лекцияға барады, сабаққа кіреді. Сосын екеуі кафеге барады. Бір айдан кейін екеуі жақсы дос болып, сосын қыз бен жігіт болып жүре бастайды. Олардың махаббаттары университетті бітіргенше созылады. Ол 4 жылдың ішінде осы жігітке тұрмысқа шығамын, менің алғашқы және соңғы махаббатым, бұдан басқа ешкім керек емес, екеумізде той болады деген сияқты армандармен бүкіл достарына, анасына, әкесіне, барлығына айтып береді. 25 жасында немесе университетті бітіргеннен кейін осы жігітке тұрмысқа шығамын деп армандаған шығар. Бірақ университетті бітіргеннен кейін ол жігіт: уақытша айырылса тұрайық, мен әлі дайын емеспін, маған әлі көп нәрсе жасау керек дейді. Басында сирек хабарласып, сосын мүлдем жоқ болып кетеді. Екеуі айырылсады. Қыз қайғырады, жылайды. Не үшін? Себебі бұл жігіттен басқа ешкіммен сөйлесіп көрген жоқ, танысып көрген жоқ. Алғашқы танысқан жігіті де, махаббаты да осы. Енді не істеймін? Мен мұндай жігітті кездестіре алмаймын. Мұндай жігіт менің өмірімде болмайды. Мен оған тіпті беріліп те қойған едім. Ол жігіт мені алады деп ойладым. Мен жаңа махаббатымды таба алмаймын деп қайғырып, сол жігіттен үмітін үзбей күтеді. Жігіт оралмайды. Басқа қызбен жүріп кетеді. Мүмкін үйленіп те кеткен шығар. Қыздың жасы да келіп қалды. 2-3 жыл өтіп кетті, әлі ешкіммен танысқысы келмейді. Танысайын десе, күші жетпейді. Сосын менің махаббатым өзі келіп менімен танысуы керек деп ойлайды. Қалай? Ол жігіт 18 жасында келіп әңгіме бастағандай, басқалар да солай әңгімені бастап менімен танысады деп ойлайды. Бірақ жұмыста да, көшеде де ешкім жақындамайды. Қыздың түрінен ақ оның дайын емес екені көрініп тұр. Көп әйел адамдар солай бірінші махаббатымен тоқталады да, егер сол бірінші махаббатымен айырылысып кетсе, одан кейін ешқандай қарым-қатынас бола алмайды. Қосыла алмаймыз. Барлығы осылай болып кетеді деп қорқады. Яғни оларда махаббатын табуға болатындай ешқандай формула, ереже жоқ. Не үшін? Себебі бірінші танысулары кездейсоқ болды. Жай ғана таныс арқылы танысып қалдыңыздар. Жай ғана университетте көрісіп қалдыңыздар. Тағы сол сияқты. Әдейі сонымен танысып, әдейі бір мекемеге барып, соның көңілін қарататындай қадамдар жасаған жоқ. Формула болған жоқ. Сосын ол менің барлық махаббатым, барлық қарым-қатынасым осындай кездейсоқ болу керек деп ойлайды. Күтіп-күтіп ешқандай махаббатын кездестірмейді. Алғашқы болған махаббатын ойлайды да, адамда жалғыз бір жұп болады. Бір ғана махаббат болады. Одан кейін оны ұмыту қиын. Басқаларға қосылу қиын деп миларына ережені сақтайды. Ондай заңдылық жоқ. Махаббат деген химия. Ол гормон, өшеді. Оның барлығын ұмытуға болады. Барлығына уақыт емші.
Жай ғана ол адамды ойламау керек және жаңа қадамдарды басу керек. Бір жерде отырып күтпеу керек. Өзіңізге сұрақ қойыңызшы, қалай ойлайсыз, егер әр апта сайын минимум 5-6 адаммен танысып, солармен әңгіме айтып, жаңа таныстарыңыз апта сайын өсе берсе, сіздің сөйлеу манераңыз, сөздеріңіз, нәзіктігіңіз, мінезіңіз немесе мүмкіндіктеріңіз өсер ме еді, көбейер ме еді? Мен өзіме сенімсізбін деген қыздардың өзіне деген сенімділігі осы жаңа әдет арқылы қалыптасты. Ер адаммен сөйлескен кезде өзіңізді сенімсіз сезінбеу үшін практика болу керек. Жаңа адамдармен кез келген жерде сөйлесіп кетіңіз. Бастысы әңгіме құра білу, әңгімені бастай білу. Қандай танысу варианттары бар? Даяшыларға практика жасап бастау керек. Барлық сізге қызмет көрсететін адамдармен әңгіме дүкен құру. Даяшылар, дүкен сатушылары, хат тасушылар, парикмахер, нейл стилист, кірпігіңізді жасатсаңыз, косметологқа барсаңыз, қандай да бір сіздің өміріңізде қызмет жасайтын адамның барлығымен әңгімелесуге тырысыңыз. Мен өзім бұл әдетті бұрыннан қалыптастырғанмын. Қазір салонға барсам, үндемей отырмаймын. Міндетті түрде танысамын, сөйлесемін, әңгімелесемін. Маникюрға барсам да, кірпікке барсам да, шашымды қисам да, таксиге отырсам да, міндетті түрде әңгіме айтамын. Бірінші тапсырма. Сізге кез келген қызмет көрсететін, әсіресе автобуста жаныңызда отырған адамдармен танысу. Сіздің мақсатыңыз сұрақ қою арқылы немесе өзіңіз жайлы айтып беру арқылы әңгіме құрушы адамның атын білу, оның қай жерде тұратынын немесе оның өмірі туралы бір факті болу. Қарапайым мысал келтіретін болсам, маникюрға барған кезде алдымен қандай түспен бояймыз? Қалай ойлайсыз, қараға бояйын ба, немесе аққа бояйын ба? Деп жұмысына байланысты сұраймын. Себебі ол міндетті түрде жауап беру керек. Ары қарай онымен сөйлесе отырып, өзім туралы да айта бастаймын. Аз уақыт бұрын осы жаққа көшіп келгенмін. Осы жерге, бұл салонға бірінші рет келіп тұрмын. Егер маған жұмысыңыз ұнаса, тұрақты клиентіңіз болатын шығармын. Сіз осы жерде жұмыс істеп жатқаныңызға көп болды ма? Деп сұрақ қоямын. Бұл адам туралы факт білудің бірінші сұрағы. Айтпақшы, менің атым Сабира. Ол да өз атын айтады. Нөміріңізді алып қояйын, келесі жолы маникюрға келетін болсам, сізге хабарласуым мүмкін, деп нөмерін білесіз. Осылай кете береді. Жігіттермен де танысқыңыз келсе, дәл осылай шешуге болады. Кафеге барсам да, дүкенге барсам да, мен сол жердегі адамдармен міндетті түрде танысып, әңгімелесіп кетемін. Мен үшін ол әдетке айналып кеткен. Мені танымайтын жаңа адамды көрсем, өзімен өзім бір сұрақтар пайда болады. Өзіммен өзім сол адаммен байланысып кетемін. Егер сізге жаңа адаммен танысу қиын болып жатса, комплиментпен бастау керек. Мысалға, қызға көйлегі туралы, шаш үлгісі туралы комплимент айту. Комплимент айту өте маңызды нәрсе. Себебі комплимент адамның көңіл күйін көтереді. Көңіл күйі көтерілген адам сізбен әрі қарай байланысқысы, танысқысы, араласқысы келетін болады. Кез келген адамға өзі туралы жақсы әңгіме естіген ұнайды. Егер жігітпен танысқыңыз келсе, дәл солай комплимент айтуыңызға болады. Таксиге отырсаңыз, машинасы, музыкасының күшті екенін айтуға болады. Машинаның маркасын сұрауға болады. Көбінесе бірінші қадамнан кейін жігіт егер әйелі немесе қызы болмаса, ары қарай өзі жалғастырып кетеді. Егер сізбен ешқандай контактқа түскісі келмесе, уайымдаудың қажеті жоқ. Басы бос емес адам болуы мүмкін. Танысу сіздерге қиын болса, жай ғана адамдардың аттарын біліп үйреніңіз. Бүгін кафеге барасыз, тапсырыс қабылдап жатқан кезде, кешіріңіз, атыңыз кім деп сұрайсыз. Себебі сізге даяшының атын білу керек. Самат дейді. Өте қуаныштымын, менің есім Сабира. Самат, мына кафеде мен бірінші ретпін. Қандай нәрсені маған ұсына аласыз? Кеңес бере аласыз?
Мен сорпа ішкім келіп тұр. Қайсысы дәмді? Жалпы айтқанда, жұмысы жайлы сұрап бастайсыз. Бірақ ең бастысы, әңгімені атыңыз кім деп сұраудан бастайсыз. Көшеде, кафеде, машинада болсын, кітап оқып жатқан адаммен міндетті түрде сөйлесіп кету керек. Сұрақ қою арқылы. Мына кітапты көптен бері оқығым келіп жүреді. Қалай, сізге ұнап жатыр ма? Деп бір сұрақты қойсаңыз болады. Магазинде, супермаркетте, кезекте тұрсаңыз, сол жерде тұрған жігітпен сөйлесіп кетсеңіз болады. Әңгіме емес, жай сұрақ қою арқылы. Кішкене жылжисыз ба өтініш, менің сумкам өтпей жатыр десеңіз болады. Немесе, өтініш, ана жерде тұрған шоколадты алып бере салыңызшы, қолым жетпей жатыр деп айту. Жоғары жақта тұрған соққа қолыңыз жетпей жатса, азамат кешіріңізші, сізден өтініш сұрайын деп едім. Анау тұрған соқты алып беріп жібересіз бе? Қандай жақсы ер адамның бойы ұзын болса, кез келген жерде қолың жетпеген кезде сұрай саласың, деп ары қарай әңгімені жалғастыруға болады. Екінші тапсырма. Егер фитнеске, бассейнге, спорт залға барып жүрсеңіз, міндетті түрде сол күні 3 адаммен әңгіме айтып шығу керексіз. 3 әртүрлі адаммен. Ол сіздің тренеріңіз, немесе сізбен бірге бір топта барып жүрген адам болуы мүмкін. Үшеуімен де 3 түрлі әңгіме айтылуы керек. Үшінші тапсырма. Комплимент айту. Бір күнде 3 әртүрлі танымайтын адамға комплимент айтуыңыз керек. Киім, аяқ киім, очки, бас киім. Егер аяқ киімі кір болса немесе жыртылып қалса, ондай комплимент айтудың керегі жоқ. Себебі кемсіткен сияқты көрініп қалады. Төртінші тапсырма. Күнделікті аяқ астынан бір жақсы амал іс-әрекет жасау. Мысалы, дүкенге кіріп бара жатсаңыз, алдыңыздағы адамға есікті ашып беріңіз. Егер машинаны айдап бара жатсаңыз, алдыңыздағы адамға жол беріп, күлімсіреп өткізіңіз. Бір қария кісінің жолдан өтуіне көмектесіңіз. Кафеде, машинада, таксиде, автобуста отырсаңыз, жеп отырған қолыңыздағы банан, конфет, печенье болса, міндетті түрде бөлісіңіз. Баланы көріп қалсаңыз, міне саған конфет, дәмін көрші. Жаныңызда әже отырса, бөлісіп жейін деп едім, жалғыз жей алмаймын, адам көп отырған кезде, деп айту. Әңгімені бастаудың бір жолы қолыңыздағы бір затпен бөлісу. Мүлдем таныса алмайтын, бірінші қадам жасай алмайтын адамдарға арналады. Бұл не нәрсеге көмектеседі? Біріншіден, сенімділігіңізді арттырады. Екіншіден, көңіл күйіңізді көтереді. Үшіншіден, аяқ астынан адамдармен танысуға көмектеседі. Осыған дейін қысылып, қымтырылып жүрсеңіз, 4-5 менің тапсырмамды күнделікті орындағаннан кейін сізге әлде қайда жеңіл болады. Не үшін? Себебі мен мұның барлығын күнделікті жасаймын. Мен үшін бұл әдет болып қалған нәрселер. Егер бұл әрекеттер сізге өте қиын болса, сізге керекті нәрсені сұрау арқылы бастаңыз. Танымайтын адамның жанында, кешіріңіз, сағат қанша екенін айтасыз ба? Кешіріңіз, мынау қай көше? Маған мына адреске бару керек еді, айтып жібере аласыз ба? Немесе бір кафені сұрайсыз. Осы көшеде самурай деген суши кафе бар еді. Мен таба алмай жатырмын. Қай жерде екенін көрсетесіз ба? Деп соны сұрасаңыз болады. Танысқысы келетін адам сияқты емес, жай ғана сізге сол ақпарат керек секілді сұраңыз. Егер жігіттерден сұрай алмасаңыз, әйел адамдардан сұрап бастаңыз. Ал барлығы дұрыс болса, онда бірден жігіттерден, жас азаматтардан сұрап бастасаңыз болады. Есіңізге түсіріңізші, қашан соңғы рет біреумен таныстыңыз? Әйел, ата, апа, кішкентай бала, жігіт, кім болса да қашан сізде соңғы рет жаңа таныстық болды? Бізге керегі дәл қазір іске көшу, дәл қазір бастау. Біз барлығын кейінге қалдырып үйреніп қалдық. Мысалы, қазір бір жігітпен немесе бір қызбен танысқыңыз келіп тұр. Ал оның айналасында достары көп. Сондықтан сіз онымен сөйлеспейсіз, кейінге қалдырасыз, жалғыз қалғанын күтесіз немесе дене бітіміңізді қалпына келтіргіңіз келеді.
бірақ дәл қазір бастай алмайсыз. Себебі қолыңыз бос емес, жұмыстарыңыз көп, фитнеске ақша керек, дұрыс тамақтану қымбат, тағы сол сияқты. Немесе қазір шаршап тұрсыз. Жаңа таныстық ритуалдары сізде әдет ретінде қалыптасу керек. Мысалы, сіздің әлі жігітіңіз жоқ, бірақ тұрмысқа шыққыңыз келіп тұр. Сізде мынадай әдет қалыптасады. Күнделікті жұмысқа бара жатқан кезде міндетті түрде бір ер адаммен танысасыз, сөйлесесіз және 15 күн өткен соң 15-ші күні сіздің арманыңыздағы жігіт сізге сөз салатын шығар. Сізді кездесуге шақыратын шығар. Ал ол қай жігіт? Сіздің жұмысқа бара жатқан кезде өзіңіз бірінші қадам жасап танысқан жігітіңіз болуы әбден мүмкін. Тапсырма: жаңа таныстармен көп әңгіме өзіңізге деген сенімділікті арттырады. Бірінші, күніне 3 жаңа адаммен сөйлесіңіз. Мысалдарды айтып өттім. Официанттар, лашмейкерлер, нейл-стилист, дүкенші, мұғалім, күзетші, кез келген жұмысы бар, сізге сұраққа жауап бере алатын адамға сөйлеу керексіз. Тым болмаса есімін сұраңыз. Егер қорқынышты өтей алсаңыз, әңгіме кемінде 5 минут болу керек. Кітап оқып отырған адамға сұрақ қойыңыз. Сізбен очередте тұрған адамға өтініш айтыңыз. Автобуста жаныңыздағы адамға сұрақ қойыңыз, уақыт сұраңыз. Екінші, күніне 3 адамға жаңа комплимент айту керексіз. Киімі, дауысы, очки, сумка, көздері, не болса да комплимент айтыңыз. Жігіті барлар қыздарға, әпкелерге айтасыздар. Жігіті жоқтар 2 әйел, 1 жігітке айтасыздар. Үшінші, күніне аяқ асты 3 жақсылық жасаңыздар. Асыңызбен бөлісіңіз, мысыққа тамақ беріңіз, даяшыға стол жинауға көмектесіңіз, чаевые қалдырыңыз, балаға балмұздақ алып беріңіз және тағы сол сияқты. Бұл басқа адамдармен танысу үшін болмаса да, сіздердің коммуникативті қабілеттеріңізді жақсартады. Құрметті тыңдармандар, бірінші бөлім аяқталды. Келесі бөлімді күтетін болсаңыздар, арнамызға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.